Баршаңызға сәлем достар, айттарыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздерге 15 минутта дайын болатын ашытқысыз шелпектерді дайындап көрсететін боламын. Өте дәмді, өте жұмсақ. Сондықтан да видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Ең алдымен жылы сүтке 2 жұмыртқа, қант және тұзды қосып жақсылап араластырамыз. Мұнда тұз бен қантты қосқаным видеоға түспей қалған. Одан соң ұнды илеуіштен өткізіп, аз мөлшерден осылай сала отырып, шанышқымен немесе венчиктің көмегімен араластырып отырып салып отырыңыздар. Сонда қамырларыңыз тегіс және жұмсақтау болады. Міне ұнды осылай аз мөлшерден барлығын салып бітірген соң қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды илеп болғаннан кейін енді осыны бөліктерге бөліп аламыз пышақпен. Одан соң домалақтап жая береміз. Қамырды жайған кезде қалың болмау керек, осындай жұқалау болу керек. Қазір видеода көрсетемін. Сондай жұқа болу керек бұл қамыр. Енді қызып тұрған майға шелпектерімізді пісіріп аламыз. Ашытқысыз 15 минутта осындай тез дайындалатын шелпекті міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте жұмсақ, дәмді болады. Толық рецепті описанияға жазатын боламын. Сол жақтан көріңіздер. Міне шелпектерді дайын болды. Өте жұмсақ, міне осындай жұқа болды. Әдемі пісті. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.